Қайырлы күн. Бүгін картошка пирожный жасалу жолын көрсететін боламын. Бес жұмыртқаны саламыз. Жүз 80 грамм қантты салып миксерлейміз. Отыз грамм ерген сары майды салып араластырамыз. Екі жүз грамм ұнымызды қосып елу грамм какаоны салып миксерлейміз. Қалаған формаларыңызға салып пісіре берсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутқа пісіреміз. Біз піскенін осылай тексеріп көреміз. Енді бисквитіміз суыйын дегенше сол аралықта біз кремін дайындаймыз. 200 грамм сары май, 200 грамм қойылтырылған сүт, жақсылап араластырамыз. он грамм какаоны қосамыз.
бисквитімізді блендерменен майдалап аламыз. Біздің пирожниларымыз дайын болды. Өте дәмді бисквиттен жасалған осындай пирожнийіміз. Үстіне қант ұнтағын шашып ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.